Әртүрлі ұлттардың арасындағы некеге көзқарастарыңыз қалай болған? Әртүрлі ұлт? Иә. Жақсы. Наверное, жақсы. Иә. Былай өзім жақсы қараймын, нормально сияқты өзім. Просто орыс қызын ұнатамыз да біз. Жоқ, негізі егер қыз болса, ол басқа ұлттың ұлдарына келіспейміз. Но если ұлдары, ол бала береді. Окей. Дело же не в нации же. Ага. Правильно же? Если человек по душе, да, можно. Если человек по душе, то почему бы и нет? Әртүрлі ұлттың арасындағы некеге. Нормально? Нормально. Жүргімді екеуі. Менше дұрыс емес. Аха. Негізі мүмкіндігінше әр ұлт өзінің санын көбейткен дұрыс деп ойлаймын. Сол айтамын. Тағы да басқа себептер бар ма? Мен үшін басқа себеп жоқ. Ну, нормально отношусь, как обычно, как будто. Ну, главное любовь, да. Қарсы. Қарсысыз. Яғни қазақ пен қазақ, орыс пен орыс болып үйрену керек. Өз басыма. Неге екенін білсем болады ма? Айтсам. Білмеймін, ондай ұлттық нені жоғалтпау. Қалай айтсам. Жақсы, сіздердің достарыңыздың арасында басқа ұлттың өкілдері бар ма? Достарымыздың арасында ма жоқ. Плохой нации не бывает. Бывают плохие люди. Даже моя мама сама киргизка, а папа казах. Мне кажется, это все зависит от человека, не от национальности. Там кто-то там из Шымкента, например, или там, я не знаю, из Алматы. Ну, нормально, я за даже. Не у него. Не у меня. Не надо. Не, ну в принципе нейтрально. В принципе. Нормально. Почему нейтрально. Почему девушка родилась в интернациональной семье, очень хорошо относимся, Не, ну да. типа, чё бы нет? Почему бы и нет? У нас многонациональная страна, почему бы и нет? А вы? Нейтрально. Мен өзім негізі жақсы қараймын ондайға, өйткені мен көршілерім жаңағы мамасы казашка болды, папасы жаңағы түрік болды. Олар өте бақытты тұрып жатыр. Яғни қарсы емессіз? Қарсы емеспін. Сіз үйленгенсіз ба? Жоқ. Егер басқа ұлттың өкіліне тұрмысқа шығасыз ба? Енді мен өзім жақсы қарасам да, менің отбасымның көзқарасын әлі сұрамаппын ол туралы. Так что ештеңе айта алмаймын. Сіздікі, яғни отбасыңыз қарсы болмаса, сіз де қарсы емессіз? Иә. Сізше? Мұсылман болса болды. Мұсылман болса болды. Басқа ұлт болса да. Басқа ұлт болса да мұсылман мен мұсылман бола береді деп ойлаймын. Яғни ұлтқа қарсы емессіз? Әртүрлі ұлттың арасындағы неке? Абсолютно все равно. Не отличаю никаких наций, никого не разделяю. Ко всем равно, ну, как сказать, ко всем одинаково отношусь. А вы? Маған тоже бәрібір. Қарсы емессіздер? Қарсы емеспін. Сіздердің достарыңыздың арасында басқа ұлттың өкілдері бар ма? Да, конечно. Да, есть. Яғни сіз қарсысыз, иә, бұндай некеге? Сіз ше? Тоже қарсымын. Қарсысыз? Яғни қазақтар қазақпен ғана, орыстар орыспен ғана. Неге екенін білсем болады ма? Неге екен? Жоқ, неге қарсы екендеріңізді? Қан таза болу керек қой. Қан тазалығы үшін, иә? Мұсылмандыққа қарсы қой ол. Ислам дініне. Орыс болса. Яғни қалай сен? Қаламаймын өзім басқа ұлт өкіліне үйленген. Сіздердің достарыңыз басқа ұлт өкілі мұсылман болса. По-любому қазақ емес қой. Среди ваших друзей есть представители других наций? Конечно. Да. Мы живем в Казахстане. Окей. Как бы вот, минимум уже можно сказать. Окей. Узнав, что можно узнать про человека, узнав ее национальность? Как вы думаете? Ну, особо ничего такого. Как бы по стереотипам можно как-то мыслить, но стереотипы они не ко всем применимы, как минимум, потому что как бы есть исключения везде. Всегда. Какие стереотипы есть? Ну, например, то, что самый банальный, ну вот русский, ты бы постоянно водку пьешь, ну, типа вот такие, самые банальные вот такие вот выводите, как бы у всех как бы. Я как-то общалась с канадцем, он искренне думал, что мы все живем в юртах в Казахстане. Вот, он прям типа, был в этом уверен. Он очень сильно удивился, когда я сказала, что у нас есть города, что мы люди, у нас есть торговые центры. Бірақ негізі қарсы емессіз, иә? Негізі жоқ, қарсы емеспін. Если жақсы көрсе, ну да, болады. Сіздер ше? Негізі солай дұрыс, бірақ қазақпен болу керек, өйткені қазақтың қанын құртпау керек қой.
қазақтың қаны өзі таза дейді кезінде, солай қалу керек деп ойлаймын. Негізі бірақ ол Алла тағала неткенде енді ел өздері таңдайды ғой, жүрегіне байланысты. Если қатты жақсы көрсе, енді можешь. Болады. Ата-анасы рұқсат берсе болды ғой негізі. Ата-анасы рұқсат берсе, там өзі. Ну, как бы, я думаю, что национальность вообще ничего не значит. Как, ну, надо с человеком, как человеком просто общаться и все. Ну, быть человеком всегда, как бы, и все. Енді мынандай сұрақ, адамның ұлтына қарап, бұл туралы қандай ақпарат алуға болады деп ойлайсыздар? Бола ма? Ну, в целом, да, можно по нации узнать, какие у него традиции, какие у него могут быть привычки обычно. И все в целом. Походу нет. Мен бетіне қарап айта алмаймын. Не, ұлтына қарап мен айта алмаймын. Не нация, как бы, о человеке говорит, а с его поступки. Правильно? Правильно. А что, если человек по нации там какой-то другой, что значит, он, не знаю, какой-то определенный вид, что ли, разный или что? Жақсы, мындай сұрақ, сіздердің достарыңыздың арасында басқа ұлттың өкілдері бар ма? Иә, бар. Көп. Қандай ұлттың өкілдері? Ұйғыр өкілдері бар, орыс, түрік бар. Әзербайжан, өзбекте достарым бар. Енді адамның ұлтына қарап, ол туралы қандай ақпарат алуға болады? Адамның ұлты адам туралы қандай не айтады? Жақсы сөз бар ғой орыстарда, нет плохой нации, есть плохие люди деп. Сол сияқты. Жаман адам жоқ, барлық ұлт әр адам өзінің ерекшелігі болады ғой әр адамның. Сол. Адамды нациясына қарап, там расизм болып бөлу дұрыс емес деп ойлаймыз негізі. Расизм, нацизмға жоқ қой. Наверное, регионами делятся. Регионами? Да. Ну, мне так кажется, например. Да, вот, они, наверное, больше, например, как казахи, да, они больше недолюбливают. Наверное, но я не знаю, но я просто... Мои друзья тоже есть такие, которые не очень-то и недолюбливают других наций. А вообще, более современные, те, которые думают по-другому, они уже находят общий язык. Судить еткен керек емес. Ол дұрыс емес, расизм деген дұрыс емес. Нацизм. No to расизм. Ұлт деген болу керек па, әлде ол туралы ұмытып? Болу керек, ұлт деген. Не үшін? Қазақтығын сақтау керек қой. Қазақтық дегенді қалай түсінесіз? Қазақ деген ерекше ұғым ғой, өз қазақтығын сақтау керек. Всем нациям живется комфортно, уютно. Ну да. Не всегда. Не, ну конечно, бывают вот такие вот случаи, как с дунганами, но они очень локальные. То есть, да, ну вот, допустим, у нас в Алмате, ну, нельзя представить, чтобы такая вот бойня началась, как с дунганами тогда. Это 2 часа. Ну, у нас в Алмате все-таки город. Это все зависит от людей. Ну, просто не раз я встречалась с тем, что мне говорили, вот твоя мама казашка, а почему ты не знаешь казахский? И меня за это осуждали очень сильно. Элементарно, я сегодня ехала в такси, и таксист прям очень сильно меня напрягал тем, что казахша айт. Он прям говорил со мной на казахском, я ему объясняю, что я его понимаю, но не могу ответить. Он говорит, ну говори на казахском, ну давай, ты же можешь, у тебя же мама казашка сама только что сказала. Қазақстанда шынымен де көп ұлтты ел деп айта аламыз ба? Ұлттардың санына қарап емес, ал халыққа көп ұлтты деп, барлығына жайлы, еркін, барлығы өзінің салт дәстүрін ұстанып алады, дінін ұстанып алады. Иә, сіз камераны былай қарастырсаңыз, мына жақта барлығы полностью қазақ емес. Иә. Жоқ, адамдардың санына қарап емес, ұлттардың көптігіне қарап емес, ал олардың өзінің сезінуіне қарай. Жақсы деп ойлаймын, өйткені мысалы бізде орыстар көп, былай қарағанда орыстар біз оларға қалайса болады, жақын болып кеттік, мысалы. Қалай айтса болады. Менің достарымның достары, мысалы, қытайлар, кәрістер бар. У нас в колледже преподаватель по казахскому не ставит мне 5 только потому, что я не говорю на казахском, потому что я больше похожа на русскую, чем на казахскую. Да, на нас. Нет, парень, подожди. Это именно нет, Ильяс, который ничего не делает, получает 4. Просто ни за что. Ильяс. Ильяс. Наш одногруппник. Да, иногда такие стереотипы бывают. Вот. Иногда в колледжах не ставят оценки другим национальностям. Ну, такое бывает, но это нормально. Это нормально? Это ненормально! Это ненормально! Это ненормально! Это ненормально! Дисклеймер, да? Да, это ненормально. И нужно это менять. Да.
яғни ешқандай ақпарат алуға, ну, ұлт адамның қасиеттері, ұстанымдары туралы ешнәрсе айтпайды, иә? Жоқ, айтпайды. Аха, мынандай сұрақ, космополитизм туралы білесіздер ма? Жоқ. Яғни ол адамдар ойлайды, санайды, көзқарастары бойынша адамдар ұлттарға бөлінбеу керек, және де бүкіл әлемнің адамдары, әлемнің азаматы, яғни бір жер ананың баласы болып өмір сүру керек деп. Келісемін сол ұғымға. Яғни ұлттың ешқандай қажеті. Ол тек бөлінбеу керек деп ойлаймын. Ты знаешь, что такое космополитизм? Космополитизм? Нет. Это типа люди, которые считают, что люди не должны делиться на нации, там, национальности, и считают, что все должны быть гражданинами мира. Я бы такой поддержал, да. Яғни ол адамдар айтады, біз бір ұлттың адамы емеспіз, біз әлемнің адамымыз, яғни гражданин мира дейді өздерінде. Бұған көзқарастарыңыз қалай? Яғни ұлт деген сөз ол тек бір географиялық орталықта ғана пайда болған зат. Оны қазіргі заманда, қазіргі таңда айтып, менің ұлтым мынандай деп бөліп жарып қажеті жоқ деген сияқты. Ну, наверное, с сегодняшнего дня я этот человек. Да. Космополит. Да.